Біз Исаның өміріне Луқа жазған ізгі хабарда сипатталғандай шолу жасадық. Бұл әңгіме өте қарапайым жағдайда туған күтпеген патшаның келуімен басталады. Содан кейін біз Исаның ұстаз әрі пайғамбар екенін көрдік. Ол бүкіл Израильді аралап, адамдарды жауларымен достасуға, жарлыларға қамқорлық жасауға, өз күнәлары үшін кешірім табатын мүлдем жаңа өмір салтына шақырды. Иса қалаларды аралап, адамдарды өзінің соңына еруге, әрі Құдайдың билігіне мойынсынып өмір сүруге шақырды. Ол Құдайдың құдіретімен көп керемет пен ғажап істер жасады. Осылайша израильдіктердің көбі Иса Израильді римдік басқыншылардан құтқарып, бейбітшілік пен әділдік жайлаған жаңа патшалығын орнатады деп үміттене бастады. Қысқаша айтқанда, ол Құдайдың патшалығына келеді. Сол кездегі дінбасылар да Құдай патшалығының орнайтынына үміт артқан. Бірақ олар үшін Исаның хабары қауіпті болып көрінді. Иә, олар басқыншылар билігінен айырылған кезде күш пен беделге біз ие боламыз деп күткен еді. Бірақ Иса Құдайдың патшалығы жарлылар мен шеттетілгендерге тиесілі, және шынайы билік басқаларға сүйіспеншілікпен қызмет етумен бірдей екендігін айтты. Бұл қақтығыс Иса Иерусалимде болған кезде күшейе түсті. Сонда ол ғибадатханада құрбандық шалуды тоқтатып, Израильдің басшыларын қарақшылар тобы деп атады. Сол себепті олар Исаны тұтқындап, оны римдік әміршінің алдында халықты көтеріліске шақырған патша деп айыптады. Иса кінәсіз болса да, өлім жазасына бұйырылды. Содан кейін жасақшылар оны қала сыртына алып шығып, жалған айыппен өлтірді. Бұл бізді Луқа жазған ізгі хабардың соңғы бөліміне әкеледі. Жүсіп есімді діни жетекші Исаның өлім жазасына бұйырылғанына келіспеген еді. Жүсіп Исаның мәйітін жақын маңдағы қабірге қоюға рұқсат сұрап алды. Исаға сенім артқан әйелдер 2 күннен кейін сол қабірге келгенде, оның ашық әрі бос екенін көрді. Сонда әйелдер киімдері жарқыраған 2 ер адамды кездестіреді. Олар Исаның өлімнен тірілгенін айтады. Сондықтан әйелдер қорқып қашып кетеді. Олардың айтқан хабарына ешкім сенбейді. Оның тірі болуы мүмкін емес, бұл анық қой. Бәрі де оның өлгенін көрді. Сол кезде Иерусалимнің дәл сыртында Исаның 2 шәкірті қаладан шығып, Эмаус деген қалашыққа баратын жолмен келе жатты. Олар болған оқиғаларға қайғырып, жағдайды түсінбеген еді. Сонда Иса олардың қасына келіп, қатарласып жүріп келеді. Бірақ олар оның Иса екенін білмейді. Иә, бұл бір оғаш нәрсе. Неге олар оны тани алмады? Бұл Луқа үшін оғаш, бірақ шын мәнінде маңызды жайт. Олар қандай да бір себептен Исаны тани алмайтындай соқыр болды. Сондықтан Иса олардан: "Жігіттер, сендер не туралы әңгімелесіп келе жатырсыңдар?" деп сұрайды. Олар оған құдіретті пайғамбар Иса туралы айта бастайды. Ол Израильді құтқаруы керек болған еді, бірақ оның орнына ол өлім жазасына кесілді. Кейбір әйелдер оның тірі екенін айтады. Бұл ақылға сыймайды. Мұның бәрі тым қиын. Біз үйге бара жатырмыз. Сонда Иса бұл оқиғалардың ежелде көне келісімнің жазбаларында алдын ала айтылған нәрсе екенін түсіндіре бастайды. Израильге шын мәнінде бүлікші болған халық үшін бүлікші ретінде азап шегіп өлетін патша керек болды. Содан кейін бұл патша қайта тірілу арқылы ақталуы қажет болды. Соның нәтижесінде ол өзін қабылдайтындарға шынайы өмір бере алатын болды. Бірақ әлгі 2 шәкірт үшін сол жайт тым күрделі. Олар әлі де түсінер емес. Кешке таман олар Исамен бірге дастархан басында отыр. Ол нанды алып, шүкірлік етеді де оларға үзіп береді. Мейрамдағы кешкі ас кезінде ол дәл солай істеген еді. Иә, бұл Исаның құрбандыққа берген денесінің әрі айқыштағы өлімнің бейнесі. 2 шәкірт үзілген нанды алған кезде көздері ашылып, олар Исаны таниды. Кенет ол көздеріне көрінбей қалып, оқиға сонымен аяқталады. Демек, бұл Исаның шын мәнінде кім екенін көру қаншалықты қиын екені туралы әңгіме. Иә, бұл ғажап екен. Себебі Құдайдың патша ретіндегі билігі мен сүйіспеншілігі осы адамның масқара өлімі арқылы қалай көріне алар еді. Кішіпейіл адам әлсіздікпен өзін құрбандыққа беру арқылы қалай дүниенің патшасы бола алар еді. Оны көру өте қиын. Бірақ Луқа жазған ізгі хабардағы ең маңызды мәлімет осы. Оны көру және Исаның төңкеріс әкелетін патшалығын қабылдау үшін сенің ойларыңның өзгеруі қажет. Луқа жазған ізгі хабардың соңында Иса шәкірттерінің бәрімен бірге тағы да дастархан басында отыр. Бәрі оның қайта тірілген денесін көріп, бұл елес деп қорқады. Айтайын дегенім, ол әлде адам, бірақ одан әлде қайда жоғары. Иә, ол өлімнің арғы бетіне өтіп, жаңа жаратылыстың жүретін әрі сөйлейтін бөлігі ретінде шыққан. Содан кейін Иса оларға өзін қолдаған Құдайдың құдіретін сыйлайтынын айтады. Осылайша олар Құдайдың патшалығы туралы ізгі хабарды басқа адамдармен бөлісе алатын болады. Осыдан кейін Луқа Исаның көкке көтерілгенін жөнінде сипаттайды. Оқиға керемет жолмен аяқталады.
бірақ ол неге көкке көтеріліп кетеді? Көнегелісімде көк Құдай тағының орнын білдіреді. Көк барлық нәрседен жоғары. Осылайша Луқа Исаның бүкіл әлемнің Құдайы әрі патшасы ретінде таққа жайғасқанын көрсетеді. Оның шәкірттері Иерусалимде қалып, Құдай мен Мәсіх Исаны мадақтап, осы жаңа құдіреттің келуін күтуде. Бұл ізгі хабар осымен аяқталады. Бұдан кейін Луқа шәкірттердің осы құдіретті қабылдап, ізгі хабарды дүниеге қалай жеткізгендері туралы баяндайды. Міне, бұл Луқаның жазған екінші томы. Елшілердің істері жазбасы осы тақырып жөнінде болмақ.